Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ернұр YouTube арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге кәмпит жеп шайтанға айналған бала туралы ащы шындықты айтатын боламын. Видео басталмастан бұрын қолдау ретінде арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны шертіп қойыңыздар. Және үздік комментарияларды видеоның соңында көрсететін боламын. Ал ендеше мен бастаймын. Фильмнің кейіпкерлері әйел мен оның ұлы баланың басына оғаш оқиғалар бола бастағанша бақытты өмір сүреді. Бөлшектеп жоғалады, бірақ оны анасынан жасырады. Ақырында қорқынышты шындық ашылады, бірақ тым кеш. Әңгіме реанимация сериясының көптеген эпизодтары сияқты қайғылы аяқталады. Қысқаметражды мультфильм өте аянышты болып аяқталады. Ертеде сол бір анасының баласы болады. Анасының баласы ол киіндіріп бір күні сабаққа жібереді. Сабақтан ұлы қайтып келгенде бір жасыл кәмпитті қолына ұстап келеді. Сөйтіп анасы ештеңе байқамайды, бірақ баласының бір көзі жоқ, оны жасыл кәмпитпен жасыруда. Ертеңгі күні ол сабаққа тағы барады. Сөйтіп түнде келгенде анасы тағы да ештеңе байқамайды. Үшінші күні сабақтан келгенде оның аяғы, қолы, көзі жоқ болады. Содан кейін ертеңгі күні анасы оны сабаққа жібермейді. Сөйтіп баласы ызаланып, жылап өзінің бөлмесіне кетіп қалады. Содан кейін оның анасы баласын қуанту үшін өте тәтті кәмпиттерді жасап келеді. Бірақ та баласы оны ұнатпай, тек өзінің жасыл кәмпиті жоқ болғандықтан бұл кәмпиттердің бәрін лақтырып жібереді. Сөйтіп ол терезеден баласы қашып кеткенде анасы оны іздеп далаға шығады. Сөйтіп далаға шыққанда олардың барлығы бір жаққа бара жатқанын көреді. Олардың бара жатқан үйі бір Мыстан кемпірдің үйі. Мыстан кемпірдің үйінде не бар десеңіздерші? Ол жасыл кәмпит жасап балаларды қызықтыруда. Оны көрген балалар жегісі кеп сол Мыстан кемпірдің үйіне кіре бастайды. Оны көрген баланың анасы жүгіре жөнеледі. Сөйтіп балалардың астында тапталып қалады. Соңында тұрған кезінде бір баланың жүгіріп келе жатқан көреді. Сөйтсек ол оның баласы екен. Бірақ баласы анасын тыңдамай сол Мыстан кемпірдің үйіне кіріп кетеді. Сөйтіп анасы жылап отырады. Сөйтіп есіктің арғы жағында бір жасыл зат жанып тұрады. Сөйтсек бір қыздың басы кесілген. Сөйтіп тағы есік ашылады. Есік ашылған кезде бір кішкентай заттар ғана лақтырылады. Анасы келіп қараса, оның баласы екен. Баласының қалған затын қараңыздар. Тек қана құлағы, галстугі ғана қалған. Бұл өте аянышты болып аяқталады. Сөйтіп оны алып кеткен анасы үйінде ас пісіріп өзі жеп отырады. Ал баласына құлағына сыбырлап отырады. Өкінішке орай баласы сөйлей алмайды. Тек қана құлағы жыбырлап отырады. Осылайша қорқынышты болып бұл мультфильм аяқталады. Бұл мультфильмде бір шикілік бар. Қандай шикілік десеңіздер, бұл жақта кәмпит есірткі сияқты. Яғни есірткіні пайдаланған адамдар жүгіреді. Ол үшін қолында бардың бәрін беруге дайын. Осы мультфильм тікелей есірткіге байланысты болуы да әбден мүмкін. Бұл мультфильмнің ағылшынша атауы Lollipop, Мәскеуде жасалған. Бұл есірткіге қарсы сериалының эпизодтарының бірі ретінде жасалған. Бұл жобада бірде-бір кейіпкер, қиылысатын сюжеттер, тіпті ортақ стильде жоқ. Ол жасөспірімдерге арналған есірткіге қарсы және алкогольге қарсы сюжетті анық, қысқа, өте өткір графикалық фильмдерден тұрады. Кейде бұл жай ғана еріксіз қайғылы аяқталатын әңгімелер. Кейбіреулері әйгілі ресейлік топтардың әндерінің бейне ретінде түсіріледі. Достар, осылайша мультфильм осылай аяқталады. 90 ауыз сөздің толықтай түйініне келетін болсақ, бұл мультфильмнен бұндай түйіндіге келдік. Яғни бұл бала алданады. Сөйтіп оны алдайтын Мыстан кемпір шайтан болып шығады. Оны алдап балаларды жеп немесе өлтіріп тастайды. Осылайша мультфильм аяқталады. Енді достар, мен сіздерге ең үздік 10 комментарияны сіздерге көрсетейін.
Міне достар, осылайша видео соңына да келіп жетті. Видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басып қоңыраушаны шертіп қойыңыздар. Және бұл видеоны тағы да басқа достарыңызға таратыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ернұр YouTube арнасы. Аман сау болыңыздар.